кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Мен дауысым естіледі ма сіздерге? Ерболат аға, Шиман апа, сәлеметсіз бе? Достар, уже біздің графикті біліп қалған боларсыздар, я? Бекзат қазір шахматта отыр, как раз ол кезде мен уақытты пайдаланып сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін деп мында тікелей эфирге қосылдым. Бірақ маған жауап беріңіздерші, мен даусым естіліп тұр ма сіздерге? Қалай дауыс? Естіледі, я? Курсты сұрап жатқандарға мен мына мәліметті осында тіркеп қояйын. Білесіздер, қазір тиімді несие курсына алғашқы тіркелген тек қана 150 адамға үлкен жеңілдік жүріп жатыр. 20 мың теңгенің курсын сіз небәрі 11.500 теңгеге алып 12 видео сабақты аласыз. 20 күн бойы сақталатын болады, алла бұйырса ол. Ақша бар приложениесінде өтеді. Достар, дауысым қалай менің? Өте шумны ма? Егер өте шумны болса, онда эфирді тоқтатамыз. Егер естіліп тұрған болса, онда кішігірім болса да сіздерге сұрақтарыңызға жауап берейін. Сақталады ма? Бұл эфирді сақтамайтын болар ма? Енді сапасына қарайшыны керек. Жеңілдік қай уақытқа дейін? Жеңілдік тек 150 адамға ғана. 150 адамға жеңілдік. Курстың өзіндік құны 20 мың теңге, бірақ жеңілдікпен 11.500. Оның ішіне не кіреді? Соңғы постмен қазір ғана сіздерге алдын ала түсірілген заңгермен сұрақ жауап айдарын шығардым. Видео пост соның астында мен тиімді несие курсының барлық программасын жаздым. Қандай сабақ, нені үйренесіздер, алдын ала көріңіздер программаны. Және осы тиімді несиеге сіздер 12 видео сабақты аласыздар. Ақша бар приложениесінде 24-те 7 дейді ғой, кәдімгі тәулік бойы 20 тәулікке сіздерге доступ беріледі. Оның үстіне аптасына бір рет тікелей эфирде жабық парақшада сұрақ жауап өтеді. Достар, шатастырмаңыздар. Сұрақ жауап өтетін парақша ол тек инстаграмдағы жабық парақша. Ал сабақтың өзі инстаграмда өтпейді. Кейбіреулер менен сұрап жатыр, дайректке бір көп адам жазды ғой. Сабақ тікелей эфирде күнде сағат нешеде болады деп. Күнде болмайды ол. Ақша бар приложениесінде болады сабақ. Сіздерге сапалы түрде приложение аштырдық. Сапалы түрде сабақ түсірдік. Тікелей эфирде болмайды ол сабақ. Ақша бар приложениесінде болады. Тікелей эфирде тек қана сұрақ жауап өтетін болады. Сонымен қатар жаңа жыл жақсылығымен шықсын деп ақша бар қосымшасы Huawei App Gallery'ге шықпайды екен. Балжаным, мен программистпен мына скриншот жасадым. Программистпен сөйлесемін жарайды ма? Тексереді оған неліктен шықпай тұрған. Сонымен қатар осы тиімді несиеге тіркелгендерге біз 250 мың теңге ақшалай ұтыс ойнатамыз. 5 адамға 50 мың теңгеден бөліп береміз. Ең алдымен білім аласыздар, және сол білім алғандардың арасында 250 мың теңге ақшалай ұтысты просто көңіл үшін жаңа жыл жақсылығымен басталсын деген ниетпен қосып отырмын. Қаншадан? 11.500 теңге скидкамен Каспи Голдта, WhatsAppта менде барлығы мына номерде менің өзімнің аты жөнім шығады. Ақша бар Huawei. Түсіндім, Huawei'де шықпаса біз оны тексереміз, себебі бүкіл Android'та шығады. Huawei'де егер Android болса шығу керек. Берік Алимбаев 88, как отписаться от вас? Инстаграм парақшаңызға кіресіз, соның ішінде менің парақшама кіресіз. Менің парақшамда подписаться дегенді басылып тұр ғой, сізде ол сөз шықпайды. Отписаться деген сөз бар менің суретім астында. Соны бассаңыз сіз менен отпишитесь. Халық банкте кредитім бар еді, отсрочка жасатқан 3 айдың орнына тағы 2 ай қосып жіберді, ол дұрыс па? Егер ай сайынғы суммасы өзгермеген болса, онда дұрыс. Демек сіздің сыйақыңыз сол 2 айда қосылып тұр деген сөз. Сыйақы суммасын сол 2 айға есептеген. Отсрочка алған кезде үстінде сыйақы бар, достар. Ол туралы мен мүмкін жаңадан қосылған оқырмандарым білмейтін болады. Бірақ мен ол туралы дер кезінде сонау мартта төтенше жағдай басталған кезде мен бірнеше рет күнделікті эфир өткізіп айтқан болатынмын. Отсрочка қолдан келсе алмаңыздар. Жұмыстарыңыз тоқтаса алыңыздар, бірақ тоқтамаса алмаңыздар, себебі отсрочканың ар жағында сыйақысы бар деп. Тегінен тегін просто отсрочка беріп отырған жоқ. Мысалға сіз 50 мың теңгеден төлейтін болсаңыз, 50 мыңнан ары қарай жылжытып отыра бермейді каникулды. Үстіне пайыз қосып отыр, сыйақы пайызын.
онлайн кредит күніне процент жүріп жатыр, төй алмай шешім бар ма? Смотря ол сізде кредит пен немесе микрозайм ба? Онлайн кредит емес, мүмкін ол микрозайм болар, шатастырмаңыз. Микрозайм болса өтініш жазыңыз, хотя бы график бойынша, графикке шығарып төлеу үшін. Сабақ қашан басталады? Сабақ 3 ақпан күні басталады. 23 ақпанға дейін сақталады. То есть 20 күн бойы кез келген уақытта көресіздер. Әлгінде тікелей эфирде сабақ күтіп отыру деген тема болмайды. Аптасына бір рет тікелей эфирде сұрақ жауап қана болады. Ал басқа уақытта сабақ өздеріңізге доступны, хоть түнде, хоть таңертең көре бересіз. Жеңілдік қашанға дейін? Жеңілдік мерзіммен жасамадық, тек қана алғашқы тіркелген 150 адамға жасадық. Себебі сұрақ жауап өтеді. Және банктердегі соңғы өзгерістер, актуальный информация, өтініш үлгілерін аласыздар. Достар, мен бірден айтайын, менің парақшамда менің рұқсатымсыз жарнама жасауға шектеу қойылған. Жарнама жасасаңыздар, онда мен блокқа салуға мәжбүр боламын. Кеш жарық дедім, не болып жатыр, түк түсінбей жатырмын. Мен тікелей эфирге шықтым, заңгерлік сұрақ жауап өткізіп отырмын. 30 қалай анықталады? 30-тың шарттары, біз енді мен өз қаражатынан ақшаны бөліп қойдым. Сол тиімді несиеге қатысушылардың арасында өтеді. Ол туралы сол сабаққа қатысушыларға түсіндіріледі. Ең алдымен сабақ болады, достар. Ойламаңыздар, қазір сабаққа тіркеліп, ертең ұтыс болады деп. Менің мақсатым сіздерге гиф ойнатушы адам емеспін ғой мен. Сабақ аяқталған кезде ұтыс болады. Ең алдымен сабақты мұқият көресіздер. Сабақты дұрыс көргендеріңізге байланысты анықтауымыз да мүмкін. Жеңімпазы мен қазір шарттарын анықтап жатырмыз. Но в любом случае мен ол жерде ешкімді таңдап бере алмаймын. Көз алдарында тікелей эфирде былай-былай анықтау мүмкін. Но бұл жерде бір тексерілетін момент болады. Сабақты кім жақсы көргеніне байланысты. Әдіскерім ар намысыма тиетін сөздер айтты. Бір емес екі рет үстінен шағымдансам не ұтамын, неге ұтыламын айтыңызшы. Әдіскерім деген кім? Фируза әдіскер деген. Кешіріңіз, қазақша сөз, бірақ мен түсінбей отырмын әдіскер деген. В любом случае, егер сізді үстіңізден балағаттап ар намысыңызға тиетін сөздер айтса, полицияға шағымданасыз, әкімшілік іс қозғалуы мүмкін. Әкімшілік. Ол кісі штраф төлейді. Сіз не ұтасыз? Сіз өзіңіздің құқығыңызды қорғайсыз. Ол кісі сізге ар намысыңызға тиген үшін штраф төлеуі мүмкін, яғни оны әкімшілік жазаға тартуы мүмкін. Дәлелдеуіңізге де байланысты. Бірден айтайын, дәлелдеу. Жалпы ондай балағаттап ар намысыңызға тиетін сөз айтқан кезде бірден видеоға немесе диктофонға жаздырып алу керек. Рой компаниясы заңнама туралы не айтасыз? Кооперативтерге ақша салуды кеңес бермеймін. Онлайн кредит. Таманбекова, мен сізге айтқан болатынмын, өтініш жазып графикке бөліңіз деп. Бірден төлей алмасаңыз, онлайн кредит емес, сізде микрозайм, сіз оны кредитпен шатастырып отырсыз. Зайымдарға қатысты курсыңызды оқып, біреуін тек алған сумманы қайтардық. Супер, рахмет. Шынайы отзывыңыз үшін рахмет. Достар, курстардың нәтижесі ол өздеріңізге байланысты. Сабақты оқисыздар, ешқандай сиқырлы таяқша жоқ. Сабақты оқисыздар, ары қарай әрекет етесіздер, үйренгендеріңізге байланысты. Бүгін ғана салдым, мен әпкемнің 1 миллион 200 мың кредитінен 1 миллион 200 мың үнемдедім деген сөзді. Отзывты оқыдыңыздар ғой, бүгін комментарийге жазған отзыв, шынайы екені көрініп тұр. Енді ойлаңыз, ол просто бар былай, мен сабақты оқып алып 1 миллион 200 мың үнемдеген жоқ, әрине төлем жасады, бірақ төлемді өте тиімді жолмен жасады. Статьяларды, заңдарды үйренді, қалай тиімді жолмен жабуды. Киктен кредит. Сізде, скорее всего, киктен кредит емес, я Амиреева. Тексеріңізші, мүмкін сізде аренда с последующим выкупом. Сізде қателеспесем сыйақы жоқ болуы мүмкін киктен. Алдымен тексеріңіз, сыйақы бар ма, жоқ ба? Жилстрой немесе отбасы банкке сенуге болады ма? Сенуге болады, 1000% гарантиясымен. Ол жерде мемлекеттің өз гарантия беріп отыр, премия беріп. Сенуге болады отбасы банкке, оған депозит ашыңыз, сонда үй алуға бұл ең тиімді шарттарды ұсынатын банк. Сәлеметсіз бе, Народный банкте кредитте дифференциалдық жоқ дейді. Дифференциалдық бар. Менің тиімді несие сабағыма қатысқан адам, мен бүгін сториске шығардым. Народный банкте дифференциалдық алып, қателеспесем 75 мың теңге үнемдедім, әлде 50 мың ба. В общем, менің сторисіме кіріп көріңізші қазір.
прям народныйдағы дифференциалды алған адам. Сіздер просто талап ете алмайсыңдар. Біз тиімді несие сабағында қалай талап ету керектігін үйретеміз, және өтініштің үлгісі беріледі. 1 февральдан бастап декреттік отпускке кетемін. Соңғы бір жылда 2 жерде жұмыс істедім. Енді ЕСП төлеп отырмын. Арасында 3 ай жұмыспен қамту орталығында көрсеттім. Сіз декреттік отпускке деп отырсаңыз, неге ЕСП төлеп отырсыз, түсінбей отырмын. ЕСП-ны жұмыс істеп, кәсіппен, кішігірім өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етіп отырған адамдар төлейді. Декреттік отпускке деп отырсаңыз, ЕСП төлеудің қажеті жоқ. Кредит жапқаннан кейін 30 күн или 45 күнде жабылады ма? Сол күні кеште жабылады кредитіңіз. Бүгін мысалға сізде Каспий народный бір банкте кредитіңіз бар, ақшаны төледіңіз ба? Все, бүгін кешкі рабочий күнде уже жабылады, ертең сізде уже справка аласыз, кредит жабылды деген. Қалай өтінім жазамыз? Дифференцированный графиктің өтінішін осы тиімді несие курсында аласыздар. Және тиімді несие курсын ойламаңыздар, тек қана 12 сабақтың барлығы дифференцированный графикке арналады деп ойламаңыздар. Ол жерде кредиттің переплатасын, үстемақысын азайту тек қана диф графикпен ғана болмайды. Бірнеше амалдары бар. Осының бірнеше амалдарын қолданған адам 8 миллион 200 мың үнемдеген. Сол үшін бір диф графикке, грубо болса да айтайын, тек бір диф графикке қадалып қалмаңыздаршы. Басқа амалдарды да үйрене аласыздар. Халық банктен кредит алғанда комиссия ұстап қалады ғой, соны қайтарып алуға болады ма? Егер заңды комиссия ұстаған болса, то есть ұстаған комиссиясы заңды болса, оны қайтарып ала алмайсыз. Комиссиялар бөлінеді, заңды, заңсыз. Арнайы комиссиялар тізімі бар, которые разрешены. Ұстауға рұқсат берілген комиссиялар бар, олар заңды. Ал рұқсат берілмеген болса, демек заңсыз. Кезінде 2018 жылдары, 2017-де көптеген істер қаралды сотта. Заңсыз комиссияларды өндірумен біз айналыстық, жүгіріп жүріп. Қазір ол іс тоқтады. Себебі жоғарғы сотта бір судья банктердің пайдасына сот шешімін шығарып, одан кейін комиссиялардың барлығын, заңсыз комиссияны өндіруді тоқтатып тастады. Енді түк тамырын қозғамай қояйын, бірақ шынымен де оған дейін қанша мыңдаған адамдардың комиссиясын өндірдік заңсыз. Ары қарай отказ бере бастады. Себебі жоғарғы сотта бір постановление шығып кетті. Енді бұл Қазақстан. Қазір осы тиімді несие, сіздер қазір уже заңсыз комиссияға алданбау үшін тиімді несие сабағына мен бөлек бір сабақты қосқан, заңды және заңсыз комиссиялар қалай ажыратамыз деп. Арнайы заңның баптары, арнайы қаулылар беріледі осы сабақта. Жолдасым ВТБ банктен кредит алды, страховкаға деп 200 мың ұстап қалды, сол дұрыс па? Егер жолдасыңыз страховка төлеуге келісіп ұстаған болса, демек ол дұрыс. Страховканы кейбір жағдайда алған жақсы. Кейбір грамотын қолданатын адамдарда страховка кредитін жабады. Ондай моменттер бар, ол договорға байланысты. Кейбір жағдайда оны алмаған дұрыс. Енді 200 мың теңгені егер жолдасыңыз договорға қол қойып өзі рұқсат берсе, оны алуға, демек ол заңды ұстап қалды. Тиімді несие сабағында кредит алған кезде неге назар аудару керек? Страховка, комиссия, процент, переплата, шынайы переплатаны қалай есептейміз? Кредиттің тиімді, тиімсіздігін бір-бірімен қалай салыстырып анықтаймыз? Осыны үйренесіздер. Соның ішінде страховка тақырыбы да бар. Евразия банкінің сыйақысын төлеп тастадым, енді кредитімді төлеп жатырмын. Оны жапқаннан пайда бар ма? В смысле жапқаннан пайда бар ма? Сіз по-любому жабуыңыз керек ол кредитті. Мерка, сіздің сұрағыңызды түсінбедім, егер сұрақ дұрыс емес қой. Сыйақысын төлеп тастадым, енді кредитімді төлеп жатырмын. Оны жапқаннан пайда бар ма? Сіз оны сіз алған қарызды қалай жаппайсыз? Жабу керек әрине. Сізге ешқандай пайда жоқ, бірақ сіз алған қарызыңызды төлейсіз. Егер тиімді төлеймін, үстіндегі сыйақысын үнемдеп төлеймін десеңіз, онда тиімді несие курсына жеңілдікпен тіркелгені жөн. Бірден айта кетейін, сіздер просто бастапқыда сыйақысын төлеп, кейін оды төлеу мүмкін емес. Оды жоқ кезде сыйақы болмайды, достар. Мысалға, мында Мирка ханым жазып отыр ғой, мен сыйақысын төледім, енді кредит төлеп отырмын деп. Олай емес, сіз одновременно банктың пайдасын сыйақыны төлейсіз, одновременно оды суммасын төлейсіз. Ағамның кредитін маған төлеткізе алады ма Каспий банк? Жоқ, төлеткізе алмайды. Жалпы ағаңыздың кредит үшін сізді жиі мазалап жатса, айтуыңызға болады, мен қаржы агенттігіне ұлттық банкке шағымданамын, мені мазаламауды сұраймын деп. Коллектор басқа қаладан болса, график шығаруға өтінішті қалай жіберуге болады? Заказной почта, Казпочта, заказной письмо жібересіз. 21 ғасыр. WhatsAppпен емес, заказной письмомен жіберіңіз, ол да сізге графикті. Хотя өтінішті егер WhatsAppпен қабылдауға дайын болса, жіберуіңізге болады, но енді сізді оригинал графикті алуыңыз керек қой. Оригинал графикті сізге заказной письмомен оригиналын жіберіңіз. Просто компьютерде терілген, ешқандай печаты қолы жоқ, таблицаны жіберсе, оны график деп қабылдамаңыз.
қай банктен депозит ашқан тиімді? Егер сіз үй алу үшін ашқыңыз келсе, бұл мақсатыңызға байланысты депозит, мақсатқа. Егер сіздің балаңыз кішкентай болса, мысалға сіз балаңызға арнап ашасыз дейік, онда бір 10 жылға ашып тастауға болады алдын ала. Әр ай сайын салып отырасыз 5 мыңнан 10 мыңнан. Ал егер сіз қысқа мерзімде баспана аламын деп ниеттенсеңіз, соған ақша жинағыңыз келсе, онда отбасы банк. Ал егер үшінші вариант, сіз просто ақшаңды көбейткім келеді десеңіз, кез келген өзіңіз қолданатын банкте, мысалға Народный болуы мүмкін, немесе жаңа Кассанованың пайыздары жақсы болды. Кез келген, қазір банктердің пайызы теңдей, барлығының почти бірдей, мерзіміне байланысты ол үлкейеді пайызы. Мысалға сіз Народныйдан зарплата аласыз, егер 500 мың ақшаңыз болса, Народныйға салуыңызға болады. Мысалға оптимальный депозит бар, оны снимать етуге болмайды, оның пайызы да әлдеқайда жоғары. То есть депозитте сіздің салатын сумаңызбен мерзіміне байланысты ғой. А так банктердің қазіргі пайызы почти барлығы бірдей. Ақша жоқта халықты қинап, ақша алудан басқа дым білмейді осыларша. Аминкатоми, сіз барыңызда тегін жұмыс істеңіз. Қазір үйде отырсыз ба? Жұмыс істейсіз ба? Сізде ақша алмаңыз, сіз неге халықтан, өзіңіздің жұмыс берушіңізден ақша аласыз? Алмаңыз, тегін жұмыс істеңіз, халықта ақша жоқ қой. Прям жұмысқа барыңыз, айтыңыз, мен бүгіннен бастап халық үшін тегін жұмыс істегім келеді деңіз. Аминка, я? Томи, мүлдем уайымдамаңыз, және тегін жұмыс істеңіз. Халық үшін қызмет етіңізші. Хотя бы мен сияқты 300 постта тегін жазыңызшы парақшаңызға. Және YouTube каналыңызға кемінде бір 50 видеоны осылай түсіріп, бір сағаттап, оны монтаждап YouTube каналыңызға салыңызшы тегін. Құдай тым болмағанда бір 5 пайдалы пост жазыңызшы халыққа тегін. Не то, чтобы бір ай тегін жұмыс істеу. Қалай көруге болады сабақты? WhatsApp-қа жазсаңыз мәлімет береді, сабаққа тіркелген соң WhatsApp-та сіздерге логин, пароль беріледі, ақша бар приложениесінде сабақ өтеді. Доллар қылып жинаған дұрыс па? Егер жинайтын ақшаңыз көп болса, Азаматова, кішігірім ақшаны долларға айналдырып, сіз курста жоғалтып аласыз, оның қажеті жоқ. Егер ақшаңыз кәдімгідей қомақты ақшаңыз бар болса, 50-ге 50 жинаңыз. Жартысы доллармен, жартысы теңгемен. Неліктен? Сіз 100% долларды жинаған сізге тиімсіз, себебі сіз Америкада емес, Қазақстанда тұрасыз, по-любому сізге теңге қажет болады. Микрозаймға қатысты мен қазір сабаққа өзгеріс енгізіп жатырмын, кейін где-то бір февральда шығатын шығар микрозайм толық күйінде. Біліп тұрсаңыздар, неге арзан қылып үйретпейсіздер? Аминка, Томи, мен тамақ ішемін, мен балам оқиды ақылы түрде, мен үйімде коммуслыққа ақша төлеу керек. Кстати, үйге ремонт жасатып жатырмын ғой, оған да ақша керек. Сол үшін давайте сіз өзіңіз тегін жұмыс істеңізші, Аминка, Томи, да? Мен прям сізден күтемін тегін жұмысыңызды. По крайней мере, Аминка, Томи, мен өз еңбегімді, 13 жылдық тәжірибемді бөлісіп отырмын ақылы түрде, сатып отырмын, яғни как есть. Бірақ сіз сияқты біреуге қол жайып тегін ештеңесін сұрап отырған жоқпын, то есть қайыршылықпен айналысып отырған жоқпын. Қатты тисе де көңілдеріңізге айтайын. Тегін мәлімет оқиын десеңіздер, қанша видео тұр YouTube каналында, Telegram каналға күніне қанша мәлімет шығады, Instagramда қанша пайдалы мәліметтер шығады. Оқыңыз. Ақшаны қайда жинаған дұрыс? Үйге емес, басқа қажеттілікке. Депозитке салыңыз. Депозитке мерзіміне байланысты таңдайсыз. Неғұрлым ұзақ мерзімге саласыз, неғұрлым көбірек суманы саласыз, соның пайызы жоғары болады. Егер аймай снимать етпейтін болсаңыз, әлдеқайда жоғары болады пайызы. Және ең бастысы депозит салатын банкты таңдаған кезде мынаған назар аударыңыз. Сол банктың Казахстанский фонд гарантирования депозитов, яғни Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорымен арасында келісімшарт болу керек. Мынау банк, мынау қор. Егер банк жабылып қалса, қор сіздің 10 миллион теңгеге дейінгі депозитіңізді қайтарып береді. Қазір кризис, кез келген банкке депозит салуға болмайды. Именно сол гарантирование депозитов деген қормен договорын тексеріңіз. Вдруг егер банк кризис кезінде тұрақсыз болып жабылып қалса, мысалға әлгі Тенгри банктер кетті ғой, солай жабылып қалса, сіздің ақшаңызды қор қайтарып береді. Депозитке қатысты сұрақтар көп түсіп жатыр. Мен қуаныштымын, Аллаға шүкір, қазақ тілінің сауаты артып, ақшасын жинап, кредит төлейтіндей емес, депозит жинайтындай адамдардың көбейгеніне мен Аллаға шүкір сансыз қуаныштымын. Өте қуаныштымын, Аллаға сансыз шүкір. Прям қуанып отырмын. Уже байқайсыздар, мына эфир кетті, бір 15 минут болды ғой. Бір 10 шақты депозитке қатысты сұрақ көрдім мен.
коллекторларға өткен кредитті тиімді жабуға болады ма? Иә, мүмкіндік бар. Ол жерде кереметтей бір ақша үнемдемесеңіз де хотя бы үстіне пайыз көбірек қосылып кетпейді. Енді көз алдымызға елестетейік, гүл 16-28. Қазір сіз коллекторға өтіп кеткен кредитіңізге тиіскіңіз келмейді. Ойлайсыз, ой, өтті, все поздно дейсіз. Но может быть еще хуже. Егер сіз мүлдем қазір оны қолға алып шешпейтін болсаңыз. Неліктен? Себебі коллектор сотқа беретін болса, үстіне 3% госпошлина қосылады, мемлекеттік баж. Коллектор бұл заңды тұлға сотқа талап арыз бергенде салық кодексі бойынша 3% госпошлина төлейді. Енді өзіңіздің қарызыңызға 3% қосыңыз. Калькуляторге прям плюс 3% десеңіз қосылады, иә. Ары қарай, егер сіз жеке сот орындаушының мәжбүрлеуі арқылы төлейтін болсаңыз, яғни жалақыңыздан 50% ұстап дегендей, онда тағы да 25% қосылуы мүмкін. Жеке сот орындаушының қолақысы пайызбен есептеледі, әртүрлі қарыздың көлеміне байланысты. 25, 10, 15% ұстауы мүмкін. 25% ұстаса өзіңіз қосыңыз. Енді ойлаңыз, 25 плюс 3, сіз 28%-ға қарызыңыз көтеріліп тұр. Сол үшін қазір коллекторда ма? Оны график алу мүмкіндігі бар. Ол әрине сіздің қанша уақыт просрочка болғаныңызға, қанша сумма просрочка екеніне байланысты. Және үстінде егер пенясы бар болса, пеняны алып тастауға мүмкіндік бар. Қазірден амал қолданыңыз. Алдында өткен тиімді несиеден айырмашылық бар ма? Программа сол сабақтар, бірақ бұл жерде сұрақ жауап болатын болады. Себебі сабақтың сапасын әлдеқайда көтеру мақсатында мен осылай эксперимент жасағым келіп отыр. Именно тікелей эфирде осы тиімді несиеге тіркелгендердің арасында аптасына бір рет сұрақ жауапқа шығатын боламын. Тікелей эфирде өтіп ол сұрақ жауап. Методист әдіскер. Түсінікті. Демек, әріптесіңіз болып тұр ғой, иә, коллега? Пенсионкамен қалай үй алуға болатын постқа жазыңызшы. Әлі нормативно құқықтық документтерге қол қойылған жоқ, соңына дейін. Кеше жазған болатын, 11 күн күтейік деп. Шыдаңыздар, бір 9-10 күн қалды. Машинаның кредитін тиімді жабаланбай, иә, жабаласыз, оның да амалдары бар. Мына тиімді несиесі бағы, достар, ақшалай кредитті тиімді жабуға арналған. Бірақ өте пысық менің енді шәкірттерім деп атай берейін, неге рұқсат болса. Тиімді несиеге қатысқан өте пысық шәкірттер осы тиімді несиенің амалдарын программа сабақта ипотекаға қолданып жүр. Не то, что машинаның кредитіне, ипотекаға. Енді машинаның кредиті где-то бір 4-5 миллион болуы мүмкін, ал ипотека білесіздер ғой, кемінде 10 миллион. Соған қолданып жүр. Машинаға да қолдануыңызға болады. Балаға салынатын сары ауруға қарсы екпе салдыра беруге болады ма? Или ол зиян ба? Кешіріңіз, Жадыра Маратқызы, білмедім, оны өзіңіз шешесіз. Мен медицина қызметкер емеспін ғой, сондықтан білмеймін. Мүмкін пост жазып, обсуждать етіп көруімізге болады. Давайте кішкенеден соң мен пост жазам, түнде бір 11-лерде жазайыншы, екпеге қатысты әркім өзінің вакцинаға қатысты аналар үшін өте қажетті тақырып бұл. Сол үшін әркім өзінің тәжірибесімен бөлсін. Қай баласына қандай вакцинаны салдырған кезде қандай әсер болған. Себебі біз вакцина алмадық шыны керек. Бізде бір себептер болды, сондықтан мен вакцинадан отказ бергенмін. Сондықтан сіздің балаңызға ол зиян ба, пайдалы ма, оны айта алмаймын. Карантин кезіндегі отсрочка болғанда вознаграждение жасалама банк тарапынан? Иә, вознаграждение қосылады. Себебі 15 мартта шыққан указда вознаграждение қоспаңыз деп айтқан жоқ. Кеше дәулет ипотека жайлы пост шығарып еді, соны түсінікті тілмен жеткізіп бересіз бе? Кешіріңіз, кешегі енді дәл осы ипотека туралы постын оқымадым, не туралы екен мен оқиын, иә. Бұл бір екіншіден дәулет досым өте жақсы түсіндіреді ғой, қарапайым тілмен. Мүмкін астында комментарийлерді оқып көресіз бе? Мен ол постты өзім оқымадым әлі просто. Бірақ дәулет күшті түсіндіреді. Гүлмира ханым, сізге білгеніңізбен бөлісіп жатқаныңызға өркеніңіз өсін. Әумин, әумин. Рахмет. Достар, мен білемін, сабақтар арқылы мен оны жасырып сатып отырған жоқпын. Оның барлығы заңды. Мен налог төлеймін әрбір сабақтан. Оның үстіне мен сотрудниктерім бар. Мен командамда кемінде 5 тұрақты сотруднигім бар, 5-еу. Зарплата алады. Енді есептей беріңіз, әрқайсының зарплатасы 150 мыңнан төмен емес. Оның үстіне, мысалға видеограф дейік, олар бөлек келеді. Видеограф монтаж жасайды. 1 минуттық видеоны жасаудың құнын білесіздер ме қазір? Іздеп көріңіздер. Ал мен заңгермен сұрақ жауап айдарын шығарам, ол жерде қанша видеолар шығады. Просто элементарный пост жазыңыздаршы. Бір пост жазуға, білмеймін басқаларда қалай екен, менде кемінде 30 минут кетеді. И то мен естігенді алып жаза салмаймын, мен оны тексерем, ақпаратты, бүкіл ана интернеттегі источниктерді алып тексерем, кітапты алып ақтарам. Әрбір статьяны сіздерге айтар кезде мен
мысалға сұрақ жауап айдарында бірінші статьяны қайта оқып шығамын, вдруг ол статья өзгеріп кетті. Мұның барлығы еңбек. Ойламаңыздар, Гүлмира ауамен тамақтанады деп, ауамен тамақтанбайды. Менде маған да бензин керек, тамақ ішем, ремонт, оның барлығы нормально. Сол үшін мен қандай да бір жасырын бір іс жасап, немесе ұят істеп отырған жоқпын. Я білетін білімім бар, оны мен сіздерге тегін беріп жатырмын, ақыл беріп жатырмын. Егер ақылын ала алмаймын десеңіз, сізді ешкім мәжбүрлеп жатқан жоқ. Сіз менің сабағымда алмай-ақ банктерді байытып жүрсіздер. Егер банктерді байытқан ұнайтын болса, пожалуйста, ары қарай продолжайте. Егер жоқ, мен қарыз кредиттен құтыламын. Мысалға, көріп жатсыздар ғой, кешеден бері шығарып жатырмын стористе, иә. Гүлмира қарасай нәтиже парақшасында күнде отзывтар шығады, күнде свежий отзывтар. 1 миллиондап үнемдеп жатыр. 75 мың үнемдегеннің өзінде, ойлаңыз, сабақ 11.500, 75 мың үстінде сіз почти 58 мыңдай ұтып тұрсыз. А бұл сабақ бір-ақ рет қолданбайсыз, сіз өмір бойға азық болады бұл кредит туралы. Таңғалатындай түгі жоқ мен сабағымды сатып жатқанына. Ол үшін менің мына бетім қызарып ұялмайды, себебі мен ұят істеп отырған жоқпын. Мен сіздердің алдарыңызға шығып, шешініп алып тыр жалаңаш отырған жоқпын. Сол үшін ақша сұрап отырған жоқпын, стриптиз билеп. Кәдімгі ұстаздарды алайық. Университетте оқу Қазақстанда ақылы ма? Ақылы. Балаңызды репетиторға оқытасыз ба? Оқытасыз. Балаңызды мектепте оқытасыз. Оқытатын ұстаз тегін оқытып жатыр ма, әлде зарплата алады ма? Арамызда отырсыздар ғой ұстаздар, білгендеріңізбен неге тегін бөлісе бермейсіздер? Неге мектепке барып тегін үйретпейсіздер? Себебі сіз тамақ ішесіз, это нормально. Бұл еңбек, сол үшін еңбек әділ бағалануы керек. Сондықтан артық сөз айтпаңыздар, жарайды ма? Үнемі айтам, басымнан сөзін асырып, төбеме туалет қойып беретін блогерлеріңіз мен емеспін. Пенсионыдағы ақшаны ремонтқа алуға болады ма? Болады. Механизмі осы январдың аяғына дейін шығады деді, соған күтіңіз, иә? Пока күте тұрыңыз. Бірақ ремонтқа алуға болады.